Қайырлы күн достар. Бұл видеода мен сіздерге осындай 7-8 жасқа арналған сәукеле жасау түрін көрсететін боламын. Осындай әдемі, сәнді әрі өте керемет болып көрінеді. Достар, енді біз ең алғашқы осындай дайын каркасымызды қиып аламыз. Осындай жану машинасында сыға қойып, тігісті екіге қойып, арасын қосып, төменнен жоғары қарай тігіп шығатын боламыз езак тігіспен. Дәл видеодағыдай. Басына және аяқ жағына закрепка беріп, осылай екі жағын, екі шетін бір-біріне қосамыз ең алдымен. Төменгі жақтан жоғары қарай дәл солай. Жаңағыдай. Енді оң жағын ортасындағы ойымыз қойылған жаққа тігіп қосып шығамыз. Сонда біздің ортаңғы каркамыз түзеу шығып, ортасы қисаймай әдемі шығады. Енді сол жағын біріне қосып тігіп шығамыз. Бір-біріне жақын қылып қолдың көмегімен теріп отырамыз. Енді біз соңғы этапына келдік. Ол үшін соңғы аяқ жағынан, төменгі жағынан екеуін бір-бірінің үстіне қойып, бітіктіріп, закрепка бердім. Тігіп шығамыз. Міне біздің дайын каркасымыз осылай болып шығуы керек. Міне біз оюға, арнайы алдын оюға сәйкес қылдырып ойдырдық. Оюымыз әдемі тұру үшін міне осылай ойдың бойымен манекенге қойып, қалай ыңғайлы солай қойып, үтіктеп шығамыз. Осы міне аяқтап болған жұмыстарым. Енді шамалы ғана жұмыстар қалды. Үкісін қондыратын боламыз. Тағы да көрсете кетейін, мына жерде сіздерге қалай түсінікті болу үшін үтіктегенімді осылай парсыз үтікте басып шығамыз. Оюымыз клеющий ою арнайылған. Және осындай қағаз фетрді алдын ала 2 см қылып, ені 2 см, 3 см қылып қиып аламыз. Және де осы үкілерімізді қалаған түсте қолдансаңыздар болады. Мен 3 үкі салсаңыз да болады, 2 үкі салсаңыз да болады. Мен бұл жерде үкі қондыру жолын көрсететін боламын. Міне дайын үкілерім. 3 үкі менде. Міне осындай үкілерге қондыру жолын сізге көрсететін боламын. Фетрмен айналдыра отыра қай жерге дейін келеді, сол өлшеммен фетрді қиып аламыз. Керек өлшемде қиып, клейімізбен жабыстырып, клейімізді жабыстырып, қолымызды байқаймыз. Ыстық клей. Үкімізді бисмилля деп салатын боламыз. Осымен біздің сәукелеміз дайын болды. Видео пайдаларыңызға жарасын. Ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп қолдап жіберіңіз. Түсінбеген жерлеріңіз болса комментарий қалдырсаңыз болады. Бұнда біз 29 дана сәукеле жасаған болатынбыз. Клиенттің қалауымен міне осындай әдемі сәукеле шықты.